Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағанда өте дәмді шығатын жұп-жұмсақ сочный чебуректерді бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең бірінші қамырымызды илеуге кірісеміз. Бізге қажетті заттар ұн, сұйық май және де ыстық су. Ыстық суымызға жарты шай қасық тұзымызды қосып, одан кейін ұнымыздың үстіне сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды құйып болған соң, ыстық суымызды ұнымызға аз-аз мөлшерден құйып отырып, араластырып, қамыр илейтін боламыз. Ыстық суымызды бірден құйып жіберуге болмайды. Ол кезде қамырымыз иленбей қалады. Қамырымызға ыстық суды аз-аз мөлшерден қосып отырып, жұп-жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болған соң, жарты сағатқа тындыруға салафанға салып қоямыз. Қамырымыз тынып болғанша чебуректеріміздің начинкасын дайындауға кірісеміз. Бізге қажетті заттар фарш және де жуа қосатын боламыз. Жуамызды ұсақтап, кубиктап турап шығамыз. Жуамызды турап болған соң фарштың үстіне салып аламыз. Одан кейін татымына қарай тұзымызды, бұрышымызды салатын боламыз. Тұзымызбен бұрышымызды қосып болған соң, одан кейін үстіне көз мөлшерімен суды құямыз. Барлығын қосып болған соң, фаршымызды жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте тынған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Негізі кішкентай бөліктерге бөлген жақсы. Егерде дәу бөлікке бөлсетін болсаңыз, чебуректеріңіз дәу-дәу болып кетуі мүмкін. Қамырымызды бірдей бөлікке бөліп болған соң 15 минутқа үстін жауып қойып қоятын боламыз. Міне менде 15 минут өтті. Ендігі кезекте қамырымызды жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Қалап жайып алған қамырымызға фаршымызды салып, екінші жағына біріктіріп, қаттылап басып шығамыз. Қаттылап басып шығуды ұмытпаңыздар, әйтпесе майға түскен кезде ашылып кететін болады. Сәндік үшін жан-жағын вилкамен басып шықсаңыздар болады. Олай басып шығу міндетті емес. Барлығын өстіп жасап шығасыздар. Барлығын дайындап болған соң, қызып тұрған майымызда чебуректеріміздің екі шетін қызарғанша қуырып аламыз. Міне біздің дәмді чебуректеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет шығатын болады. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте жеңіл рецепттермен сіздермен бөлісіп тұратын боламын. Баршаңызға ас болсын.